Ертеңге елдің болашағы бүгінгі балалар. Сөзімізге арқау Түркістан қаласындағы Ақжайық музыка мектебінде мәңгілік елдің ұрпағымыз атты есеп беру концерті өтті. Аталған кешті Назарбаев зияткерлік мектебі ұйымдастырды. Жиынды тамашалауға келгендердің басым көпшілігі ата-аналар. Бүгінгі күні біз мына Ақжайық орталығында үлкен бір есептік концерт беріп жатырмыз. Жалпы негізі біз осы мектебімізде жылына 2 рет осы ата-аналардың және біздің серіктестеріміздің алдында 2 рет осындай есептік бір концерт беруді жоспарлайтын болатын. Бұрынғы мектеп істегенге солай. Мені биылғы жылда біз оны әдетте 8 наурыз я болмаса неге тәуелсіздік күніне бір белгілеп қоятынбыз. Биылғы жылы әрине мектеп жаңа ашылғандықтан бастап ондай мүмкіндік болған жоқ. Міне бүгінгі күні бізге мына үлкен залды бізге беріп, міне көріп отырсыздар, бүгін балалар өздерінің жұмыстарын неге бүкіл жасаған үйірмелерде жасаған бүкіл жұмыстарын, өнімдерін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар сол әртүрлі клубтарындағы жұмыстарын барлығын сахна төрінде көрсетуде. Бұл кештің мақсаты білімгерлердің біліктілігін арттыру, сондай-ақ осы жылы атқарылған істердің ilgері жылжығанын баяндау, оқушылардың алдағы оқу жылына деген талпыныс тынысын ашу. Осылайша жоғары деңгейде ұйымдастырылған шараның берері мол болмақ. Сондай-ақ білім алушылар өздерінің туындыларын жұртшылық назарына ұсынды. Фибоначчи сандар дегеніміз ол көршілес сандарының қосындысынан туатын тізбек, және де ол бізде сәулет ғимараттарында көп кездескен. Мысалға айтқанда, пирамидаларда, Египет пирамидаларында да кездескен. Ал қазіргі таңда мен зерттеп жүргенім бұл Түркістандағы, яғни Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің дәл осы Фибоначчи сандарымен зерттелді. Салынды ма, осы сұраққа жауап беру болып табылады. Тек қана Түркістан қаласындағы сол ғимаратты ғана емес, бүкіл Қазақстандағы орта ғасырдағы көптеген ғимараттарды зерттеу болып табылады. Кеш қонақтары оқушыларымыздың шығармаларын жоғары бағалап, жақсы әсер алғанын байқауға болады. Әйтсе де, бұл мерекенің соңы емес. Алдағы уақытта жалғасын табатынына сеніміміз мол. Білімді ұрпақтар жаңа Қазақстанның беделін ту етері анық.